Сіздер заң жобасында 41-ші бапта, мына көші-қон туралы заңның 41-ші бабына өзгерістер енгізу көзделген екен. Соған байланысты бір сұрақ пайда болып отыр. Біздің ауыл партиясының мүшелері, атап айтқанда мына шаруашылықтар, осы сұрақты жыл сайын қояды. Бұл проблема қандай? Өзіңіз білесіз, қазір мына урбанизацияға байланысты еңбек ресурстары жүдеп қалды ауылда. Еңбек істейтін адам жоқ. Сондықтан да шетелден азаматтарды алып келеді маусым кезінде. Сіздер мында міндеттеп қойыпсыздар, бүкіл үйін, уақытша тұратын жерін бәрін қамтамасыз етсін деп. Олар онсыз да етеді. Қалаға қарағанда 1000 есе жақсап қояды жағдайын барлығын. Бірақ сол жұмыскерлерді тіркеу келген кезде проблема. Себебі сол өндіріс басында тұрған үйдің, ол жаңа тұрғын үй болмағандықтан, ол жерде тіркеу процесі шешілмеген. Бүкіл жұмыскерлерді алады да дедектетіп, ана тұрғын үйге бар жерге апарат, сонымен айналысады, кешке дейін басы қатып жүреді. Міне осы шаруалардың көтерген проблемасы жүйелі түрде қашан шешімін табады? Біз осындай ұсыныс берсек, сіз соны қолдайсыз ба? Соны айтыңызшы. Рахмет. Құрметті Ана Сахатұлы, сұрағыңызға рахмет. Әрине, осы сіздің айтып жатқан ұсынысты енді біз жалпы қолдаймыз. Бірақ та енді тағы да жұмыс тобында қарастырып, бірге қарастырайық енді. Қарапайым халықпен ақылдасайық, ғалым заңгерлермен ақылдасайық, жалпы қоғаммен осы бәрін нетіп ақылдасу рәсімінен өтіп, бір шешімге келейік. Біз дайынбыз.